Полиция қызметкерлерінің жұмысына кедергі келтіріп, құжат талап ететін болсаңыз, 15 тәулікке дейін қамалуыңыз мүмкін. Өйткені құзырлы орган қызметкерлері тексеріс жүргізуге рұқсат беретін құжатты көрсетуге міндетті емес. Осылайша Ішкі істер министрлігі көлік жүргізушілеріне үндеу жолдады. Айтуларынша, соңғы уақытта әлеуметтік желіде полиция қызметкерлерінен жедел профилактикалық іс-шаралардың өткізілуі туралы құжат талап етіп, олардың жұмысына кедергі келтіріп жатқан жүргізушілердің жазбалар тараған. Сол себепті енді қызметкерлердің заңды талабын орындамаған азаматқа 30 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде, яғни 110 мың теңге көлемінде айыппұл салынатын болады. Ал жағдай тағы қайталанса, қамауға алу түріндегі әкімшілік жауапкершілікке тартылады. Көлік құралын тоқтату кезінде полиция қызметкерлері мен жүргізушілердің іс-қимылының нақты тәртібі айқындалған. Көлікті тоқтату кезінде полиция қызметкері өзін таныстырып, қызметтік куәлігін көрсетіп, тоқтату себебін түсіндіруі қажет. Жүргізуші өз кезегінде ішкі істер органдары қызметкерінің заңды талаптарын орындауға міндетті. Ал полиция қызметкері жедел профилактикалық іс-шараның өткізіліп жатқанын растайтын құжаттарды көрсетуге міндетті емес.